Сырдың сырлы өлкесі Аманкелді ауылында 1969 жылы екі сәби дүниеге келді. Олар Қойшыбай мен Гүлмира. Тағдыр оларды бір мектепке, бір сыныпқа жолықтырды. Балалық шақтан басталған достық оларды өмір бойы айырмастай байланыстыратынын ол кезде ешкім білмеген еді. Ол кездің балалары еңбекпен шыңдалды. Сыныптастармен бірге сабақтан босатылып, ата-аналарына көмекке шығатын. Шөп ору, қой қырқу науқаны олар үшін тек еңбек емес, бірге өткізген қызықты сәттер еді. 7 сыныпта оқып жүргенде Қойшыбайдың өмірінде үлкен сынақ болды. Қой бағып жүргенде дала сергелдеңі сұрапыл боран басталады. 3 күн, 3 түн бойы ызғарлы суықта, жапан түзде жалғыз қалса да, жас бала қайсарлық танытты. Ол бірде-бір малды шығын қылмай аман алып қалды. Бұл ерлік бүкіл кеңес одағына жайылды. Оның қайсарлығы туралы Ресейдің орталық газеттері жазып, есімі аңызға айналды. Сол сәтте ауылда оны мақтан тұтқандардың ішінде ерекше бір жанар бар еді. Ол Гүлмира болатын. Мектеп бітірген соң Армандар қаласы Алматы оларды қайта табыстырды. Қойшыбай ауыл шаруашылығы мамандығына оқуға түсті. Ал Гүлмира медицина университетіне оқуға түсті. Бейтаныс үлкен қалада екі ауылдас бір-біріне тірек болды. Бала кезгі достық Алматының әсем кештерінде үлкен, пәк махаббатқа ұласты. Олар бір-бірінің жүрегін бағындырды. Қойшыбай өзінің өмірлік жары тек Гүлмира болатынын түсініп, оған жүрек жарды сезімін білдірді. Ауыл аймақты дүркіретіп үлкен той өтті. 2 жас отау құрып, үлкен өмірге бірге қадам басты. Жастар жар айтып үлкендер батасын берді. Бұл жаңа шаңырақтың алғашқы бақытты күндері еді. Уақыт сырғып өте берді. Бұл шаңырақтың бақытты бала үнімен еселенді. 1994 жылы тұңғыштары Еркебұлан дүниеге келді. 1996 жылы Нұрсұлтан, ал 2003 жылы Ернар келді. Үй іші балалардың күлкісіне толды. 2006 жылы үйдің еркесі Қызғалдағы Ақмаржан дүниеге келді. Отбасы бақыты толыса түсті. Бүгінде анам Гүлмира Қызылорда қалалық онкологиялық орталығында реабилитолог болып, адамдарға үміттен шипа сыйлап келді. Ал әкем Қойшыбай әкімдікке ауыл шаруашылығының бас маманы ретінде ел дамуына үлкен үлес қосуда. Олар тек отбасының тірегі ғана емес, ел сыйлаған ардақты жандар. Өз кәсіпкерінің хас шеберлері. Аманкелді ауылының бір сыныбынан басталған бұл хикая бүгінде үлкен бақытты әулеттің алтындың кебі. Бізге махаббатты, еңбекті және өмірді үйреткен қымбатты ата-анамыз, сіздерге мың алғыс. Бақытымызға аман жүріңіздер. Сіздердің жолдарыңыз бізге үлгі, махаббаттарыңыз бізге қуат. Бұл махаббат пен еңбекке толы ұлы тарих әлі де жалғаса береді. Қойшыбай мен Гүлмираның тарихы біздің мақтанышымыз. Мерейлеріміз үстем болсын.